Ертеде алыс бір өлкеде салт дәстүрі жарасқан, бақ берекесі тасыған Қызылорда патшалығының номері 7-ші арнайы түзету мектебі сарайының Ибрагим Әйгерім Әбубәкір қызы атты ханшайымы еңбек етіпті. Өз жұмысын жақсы көріп, адал атқаратын ханшайымның қызметі де ерекше екен. Осы бір ерекше сарайдың ішіндегі ерекше білімді қажет ететін балаларды тәрбиелейді екен. Тәрбиелей отырып, өзіне міндеттелген тәрбиеленушілерді қолдап, оқу бағдарламасын меңгеруге көмектесіп, жеке бағдарламамен жұмыс жасап, ортаға бейімделуге көмегін тигізеді екен. Ол міндетті түрде тәрбие барысында оқушы тапсырманы дұрыс орындаса, тіптен жақсы отырғаны үшін де мадақтап отырады екен. Жас тәрбиешінің мақсаты тәрбиеленушілердің арман мақсатына өз арманындай қарау, елінің ертеңін бетке ұстар азаматы мен азаматшаларын тәрбиелеу болатын. Ел есінде 1 жыл қалғың келсе, ас бер, 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз. Ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле, дейді халық даналығы. Балаға бір нәрсені істе дегенде ақырмай-бақырмай, салмақты һәм былай да жарайды деген сықылды, табансыздық көрсетпеу керек. Тәрбиешінің табандылығын сезсе, бала оны сыйлаудан, тілін алудан қалады. Тәрбиеші өз ісінде табанды, тиянақты болу керек. Тәрбиеші тиянақты болса, бала оның тиянақтылығына еліктейді. Мағжан Жұмабаев. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.